Рахатқа бола 5 күнгі ренжіте көрме ешкімді. Адамзат баласы өмірдің сын сағаттарында түрлі көңіл күйді бастан кешеді. Қамығу, сағыну, мұңаю, күйіну, сүйіну, өкіну бәрі де екі аяқты жұмыр бастыға тән қасиеттер. Кейде жалғыз ауыз жылы сөзге балаша мәз болып қуанса, кейде болмашы нәрсеге бола қатты құласып, жүрегі мұздап, жаны сыздап, сол сәт өмірден безіп кеткісі келеді. Жақын адамыңыздың кейде аяқ асты бұртиып, томсырайып қалғанын көресіз. Сол сәт ішіңіз қылп етіп, өкпелетіп алғаныңызды сезесіз. Өйткені өкпелеу де оған тән мінез. Ондайда ол теріс қарап, сөзіңді естімегенсіп жүре сөйлеседі. Тіпті ләм мим деп тіл қатпай қоюы да мүмкін. Хабарласа қалсаң, телефонын өшіріп, не көп уақыт бойы жауап бермей діңкелетеді. Ал көңілі қаласа, енді сені желкемнің шұқыры көрсін, деп бір жолата теріс айналуы да мүмкін. Қанша дегенмен бір атым Насыбайдың өзін көңілге алып қалатын қазақ емеспіз бе? Иә, адамдар арасындағы реніш тұрмыста жиі кездесетін жайттардың бірі. Оған ұсақ-түйек себеп көп. Алайда ешкімді ренжітпеу, көңіліне келмейтін әрекет жасау, үлуде бір кездесетін жақсы мінезге жатады. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам кісі көңілін қалдырмауға қатты көңіл бөлген, әрбір ісінде бұны жіті қадағалайтын. Пышақ берсе, сап жағымен ұсынатын. Қылыштарды көшеде жалаңдатып алып жүруге тыйым салған. Әрдайым жүзі күлімсіреп тұратын. Аузынан қатты сөз шықпайтын. Бұйымтайын айта келген адамның қолын бос қайтармайтын. Ешқашан жоқ деп айта алмауы да оның осы бір көңілге қарағыштық қасиетінен туған еді. Қолында жоқ болса, тауып берем деп уәде беретін. Біреудің қателігін түзетпек болса, жұрт алдында мінін бетіне баспай, көңіліне келер деп ол кісінің атын атамай, отырғандарға жалпылама айтатын. Кімге қарата айтылып жатқанын әлгі адам өзі сезетін. Жай адамдарды ғана емес, мүгедек біреуді көрсеңдер, сендерді сондай күйге түсірмеген Алла Тағалаға шүкіршілік етіңдер. Бірақ оны дауыстап айтып, әлгі ғарыптың көңілін ренжітпеңдер, деп көңілі жарымжан мүгедектерді ренжітпеу керектігін білдіретін. 3 кісі отырғанда 2 кісі өзара күбірлесіп сөйлемегені абзал. Өйткені бұл 3-ші кісінің көңіліне келуі әбден мүмкін, дейтін. Ренжісіп қалған жағдайда 3 күн ішінде татуласуға кеңес беріп, бір мұсылман адамның екінші бір мұсылман бауырына 3 күннен артық ренжуі дұрыс емес. Кездескенде бір-бірінен сырт айналған екеудің абзалырағы бірінші болып сәлем бергені, деп ондайда ренішті бірінші болып ұмытудың артықшылығын жоғары қоятын. Араз кісілерді татуластырудың нәпіл намаз оқып, нәпіл ораза ұстағаннан да үлкен сауап екенін, ол үшін қажет болса жалған айтуға рұқсат барын еске салатын. Адамның ең нашары басқаға кесірі тиетін, әркімді ренжітетін адам дейтін. Өсиеттерінде үнемі ата-ананы, сүйікті жарды, жақын туыс, көрші қолаңды ренжітпеуге, жетім жесірдің ақысын жеп, көз жасына қалмауға, баланы өкпелетпеуге, дос көңілін қалдырмауға шақыратын. Өйткені пенденің жасаған амалдары әр дүйсенбі және бейсенбі күндері Аллаға жеткізіледі. Ұлы жаратушы сол күндері өзіне серік қоспаған құлдарының күнәларын кешіреді. Алайда араларында дұшпандық, реніші барларды бөлек қояды, кешірмейді. Сөйтеді де, бір-бірімен татуласқанша оларды қоя тұрыңдар дейді, деп түсіндіретін. Сол себепті мүмин адамның мүмин адамға 3 күннен артық ренжуі дұрыс емес. Арадан 3 күн өткеннен кейін онымен сөйлесіп сәлем берсін. Егер ол сәлемді алса,
сауабы екеуіне тең бөлінеді. Алмаса, күнәсі сол адамға жүктеледі, деп бітімге, татулыққа, алғашқы болып шақырушының үлкен сауапқа кенелетінін, ал қисық мінез танытып, оған көнбегендердің күнә арқалайтынын ұқтырған. Хадисті саралаған ғалымдар сәлемдесумен арадағы реніш жойылады десе де, Ахмед ибн Ханбал бұрынғы сыйластықтарына қайта оралмайынша реніш тарқамайды деп тұжырымдаған. Ренішті 3 күннен асырмаудағы сақтық неде? Ондағы даналық соңы бара-бара кекшілдікпен, ерегеске, жанжалға, өзара жауыздықпен, дұшпандыққа ұрындырмаудың алдын алу болса керек. Өмірде кішкене реніштен барып, арты үлкен дауға, рулас елдерді бір-бірімен араздастырып, қырғынға ұшырататын жағдайлар аз болмаған. Сол себепті ашу өртін дереу сөндіріп, арадағы ренішті жоюға талпынудың, ымыраға келудің, татулық пен діндегі бауырмашылдықты жоғары қоя білудің қоғамдық мәні зор. Бірінші болып кешірімге бара білу қай кезде де адамның кішіпейіл, қайырлығыш, иілгіш секілді жақсы мінезін байқатады. Ал өлсем де кешірмеспін деп ант ішу, анасы тасқа жерік болып, тас болып түскендей, не әкесі бүгін өлгендей түнеріп райынан қайтпау, қатал мінездің, қала берді кекшілдік пен сасық тәкаппарлықтың нышаны. Адамның адамдығы сынға түсетін осындай кездері мұсылмандық мінезден ауытқымай, ішкі ар таразысының өлшемдерінен мүлт кетпеу, әр кісінің емес, ер кісінің ғана қолынан келетін ерен қасиет екені аян. Біреуді ренжіту көбінесе мінездің нашарлығынан, білімнің, жеке мәдениеттің таяздығынан, дөрекіліктен, басқаларды өзінен төмен санаудан, я болмаса өзіне жеңіл деп санаған қылықтың өзгеге ауыр, зіл болып тиетінін парықтай алмаудан туындап жатады. Жаны жайсаң, мінезі жайма шуақ адам, кісі көңіліне қаяу түсіретін тұстарды жақсы білетін, аса сезімтал келеді. Көрген жанды сүйсінтіп, мақтадай жұмсақ мінезімен үлгі болады. Өзі ренжісе де, өзгені ренжітуге жол бермейді. Өйткені реніштің арада салқындық тудыратынын, адамдарды бір-бірінен суытып, жат қылып жіберетінін жақсы біледі. Кешіріскен күннің өзінде көңілді көлеңке басып, көпке дейін салқындықтың сызы кетпей жүретінін терең сезінеді. Иә, реніш артынан риясыз кешірілсе жақсы. Әйтпесе көп жағдайда жан сыздатар, еске түскен сайын көңілді қаралап, жанды жаралайтын іс тастап кететіні ащы да болса ақиқат. Алдыңа келсе, атаңның айыбын кеш деген бабаларымыз әр қашан кешірімді негіз етіп ұстаған. Бір ашуыңды маған бер, тентегімді жөнге салуды өзіме қалдыр. Бір білместік өтті, егер бала болса, ісінің шалалығы деп, жас болса, жастық шақта кімнің басынан не өтпейді деп, үлкен кісі болса, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ бола ма, деген секілді сөздермен әйтеуір екі жақты өз рәуішінде бітістіруге, араларын татуластыруға, артын тым ушықтырмауға тырысқан. Әсіресе туыс адамдардың бір-біріне деген өкпе реніші тым асқынып кетпеуіне көңіл бөлген. Туыстың азары болса да безері болмайды. Ағайында өкпе барда кек жоқ деген секілді аталы сөздермен кішкене өкпеге бола бір жолата ат құйрығын кесу туыс адамдарға жараспас іс екендігіне назар аудартып, ынтымақ деген айдынды дауылға ұрындырмай, тұнық ұстауға барын салған. Бұны Абай атамыз, дәмі қайтпас, бұзылмас тәтті бар ма? Бір 5 күннің орны жоқ аптығарға, қай қызығы татиды қу өмірдің, татуды арас, жақынды жат қыларға, деп өмірдегі ештеңе де ағайын кісілердің татулығына, береке бірлігіне жетпейтіндігін әдемі ұқтырған. Иә, соймасымды соямын сүйгенімнің көңілі үшін деген қазаққа
Көңілден қымбат ештеңе жоқ. Өйткені сынаптай сырғаған көңілдің кілтін таба білу, жүрек ауыртпай жүру, жарасымды сыйластық пен бақытқа бастайтыны белгілі. Мұқағали ағамыз бір өлеңінде: күн батты, міне кеш кірді, жанымнан бұрын естілді, рахатқа бола 5 күнгі, ренжіте көрме ешкімді, тағы да бір күн кеш кірген, тағы да бір үн естілген, азаматсың ғой ескірген, жауласа көрме ешкіммен, деп ешкімді ренжітпей, ешкіммен жауласпай, тату тәтті ғұмыр кешу, 5 күндік рақатқа бола, әркіммен жаға жыртысып, ит пен мысықтай болмау, есі бар азаматтарға айтылған есті сөз екенін білдірген. Ешкімнің көңілін қалдырмау турасында ғұламалардан көптеген нақыл сөздер қалған. Ахмет Яссауи бабамыз: кәпір де болса біреуді ренжіту, жаратушыны ренжітумен тең, десе, үлкен әулие Жалаладдин Руми Қағба Ибрахим алейхиссалам пайғамбардың тұрғызғаны, ал көңіл ұлы жаратушының өзі назар салатын орын. Сол себепті бір кісінің көңілін қалдыру Қағбаны 1000 рет шыққаннан да ауыр, деп біле білгенге адам көңілі қасиетті Қағбадан да жоғары тұратындығын аңғартқан. Қазақ тілді арнамыздың дамуын қолдасаңыз, лайк басып, ойыңызбен бөлісіп, тіркеліп қойыңыз. Бізбен бірге болыңыз.